Мен біздің соттарға сенбеймін. Мен біздің дәрігерлерге сенбеймін. Мен біздің заң орындарына сенбеймін. Бәрі сатылады, бәрі сатып алынады. Соқыр емеспін, көріп, естіп жүрмін. Мен өз фильмдерімді, кітаптарымды насихаттау үшін ел ішін аралаймын. Халықпен көп сөйлесем. Қай өңірге барсам да бір сарын. Елден маза кеткен. Іште күйзеліп, түйіліп жүр. Шарасыздық бар, шамырқану бар. Олардың уысынан үміттің соңғы жібі сусып барады. Менің бұны ойдан шығарып, жағдайды ушықтырмақ ниетім жоқ. Бар болғаны фактілерді тізіп отырым. 20 жылдың ішінде дүбәрі буын өсті. Мектепте білім нашар. Оқу орнын аман-есен бітіріп шыққанның өзінде мамандығың бойынша жақсы жұмысқа тұрарыңа еш кепілдік жоқ. Барлық жерде бармақ басты, көз қысты, туысқаншылдық, жершілдік. Танысың болмаса, құжатыңды құшақтап бос жүресің. Амалсыз пара беруіңе тура келеді. Сенің қарым-қабілетің, білімің ешкімге керек емес. Байыппен қарасаң, біз өз болашағымыздың көрін өз қолымызбен қазып жатырмыз. Оған түбінде өзімізде құлаймыз. Сөйтіп мемлекетімізден айырыламыз. Қазақтар басты байлық денсаулық дегенді жиі айтады. Менің ойымша, бізге осы деннің саулығы жетіспейді. Мағынасы өте кең сөз ғой. Біздің моральдық, ақыл-ой, діни, рухани, саяси, тағы басқа саулығымыз күмән тудырады. Ағзамыз дертке шалдыққан, өзегіне түскен құрттар кеміріп жеп жатыр. Сондықтан ішіміз алай-түлей, мазамыз қашқан. Ел аралап жүргенде тағы неге көзім жетті. Біз қожайын болудан қалыппыз. Біз қызметшіміз.